Senin вообще оқымайтын класстастарың. Мен. Сөйтті де Манас әжесіне құрт апарып берді. Манас, диктанттың ішінде құрт тасып жүр дейсің ғой. Манас деді ғой ішінде жаңа. Машина ішінде дұрыс болмайды тастауға. Айтпа жыныс. Апай мектепке пугач әкепті. Жынысың ба? Туалетке барып келейінші. Медет мәдениетті түрде сыртқа шығып келейін деп айтсай. Ой, апай, сыртқа шығып келейінші онда. Не істейсің сыртта? Туалетке барам. Балалар бүгін диктант жазамыз, екі парақтарын дайындаңдар. Брат, мағанда екі парақ беш. Қошы өзің түкіне асыр екен. Емек ортасына өтіп кеткен просто. Апай, мен анасының қасына отпаймын, шығып кеттім. Қой жабы. Мектебім, сағынышым, балалығымның тәрісі. Егер де мен мұғалім болсам. Ағай, сабақ басылып кетті. Орындарыңа отырыңыз. Так, числоны жазыңдар. Бүгін қазанның асты күйе. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Жоқ, 8 септік бар екен. 8-шісі қандай? Антисептік. Ертең сабақтарын оқымасаңдар, базарда тиктокер болып кетесіңдер. Ой, тиктокер болғым келмейді. Оқуын да сабағыңды. Бізге де айтсаңдаршы, күлейік та. Айда, ең келдіңіз ғой, бұтыны жыртылып қалған қойсын. Кәні? Кім класса темекі шегіп жүрген? Манас қой, ағай. Манас! Бір штук темекі. Бар ма? Ағай, сіз мектепке физикадан 3-ке шыққан екенсіз ғой, қалай мұғалім болып жүрсіз? Ты на физику не смотри, я духом сильный. Жағымсыз подругаң. Қандай вечер, Макс? Алдыңдағыдай сопеп 20 баламен бір өзім отпаймын ба? Сөйтіп отырасың? Болды, бара берем. Мен білесің ғой, бара берем ғой. Влажный салфетка бар ма? Жоқ. Кішкене қызсың ғой, өзіңе қарап влажный ұстап жүрмейсің ба? Ой, пиздец, біз туылғанда влажный стап туылатын бек. Ой, сорлым, анас, мен сен қыз жоқ, оң қол мықты деп ішем, чорт екенсің ғой. О, Мағрипа, если чё, бүгін бос болсаң, клубқа барып қайтпадық па? Жүр, бүгін тренировка бар еді ғой. Бір апта болды, біреу звондап скритімен қанын түшіп жүрші. 2 күн болды сол звондамай қойды, кәдімгі бір түрлі болып жүр. Айкаға көйлегімді берген ғой, ананың гигиенасы деген көйлегім деп ауырып қалған ғой ше. Қалай? Деп қалған ғой жында. Қызық болды, Гаухардың үйіне барам да, папасы кондор шешіп отырып 0 дейді, тоңқайып өл деймін ғой. Терінің құрбың ергізіп қуан, басың қоспад. Қараңда білмей қалдым ғой мен. Так болды, қарындас болды, жыламаңыз, біз оны тауып аламыз міндетті түрде. Мынау біздің бөлімшедегі ең мықты фото бейне жасайтын адам. Примерно түрін айтыңыз, мына тура анықтап салатын болады да, түрін бүкіл қаладан тауып аламыз. Я табыңыздаршы, өтініш. Мен қандай детектив екенін білмей жүр екен ғой олар. Алла, камераларды қараңдар. Бастай береміз. Түрі кішкене домалақтау. Аха. Көзі үлкен. Ше шашы буаған былай. Қасы кішкентай. Так болды ма, салып біттіңдер ма? Салып біткенде бас екен, сізге ұқсап кетті ғой. Так, бастай. Кеше қақта болып едіңіз? Қарлығаш деген кафеде болдық. Кеше Қарлығаш кафесінде сіздің туғаныңыз болды ғой. Тірейір ішіп едіңіз ғой сіз. Ашып кеп отыр. Машинасы қандай еді, есіңізге түсіріңізші. Lexus 570. Lexus 570 сіздің машинасы ғой сізге? Сен? Делан жабыңдар, болды. Аяқта маңызды сәтілдер шығып жатыр. Кетіп жүр, делан жабыңдар. Так, привет. О, қалайсың? Так, енді не сұрасам болады, а? Не істеп жатсың десем ше? Керек емес, банально. Әңгіме айту керек сияқты, әңгіме айтамыз, және де... Бірақ қандай әңгіме айтам, а? Не әңгіме айтуға болады өзі? Может, туған күнді айтайын. Бірақ құтты болсын. Аха, дей салады ғой. Ұйқыда тұрдың ба десем, тупой сұрақ. Не жасап болады? Так, может, сені сүйер десем ше? Жоқ. Руын сұрасам ше? Бірақ мен ақұдай біледі ғой, я? Ай, жігітің бар ма десем, қате. Мен не жазам ал, е? Ей. Ёлки-палы. Я как Томас Шелби, соскучу так чешел бы.
Площадка 18. Тикс осы жерде шығарды екен ғой, оригинальный. Сенің әңгімені беріліп айтатын досың. Жүгілемен аңырат келатыр ғой, деп алдынан латоп шығады, адық етіп түсіп артып отырып қой бәріміз. Оны қотыр. Аңырат жүргесін ұрат, алты баласы келді, алтауында жылат жүргесін ұраттан. Иді жүгіреді, деп нағды тасталып орбасын, кет бейдан. Аяғым арасы 3 метр болып ұшып барды, бұк, жердің бетінен сарып кетіп барады. Ойымда дым жоқ, бақа екеміз, әңмен орып тұрып, пақ ете қалады бір бәле. Сөйтсем, бақа қасында тұрған баланы аяғын атып ұстаған ғой, маған қарай келді, бақ қой дегесін. Бергеле дей салды ғой, қорып кеткесін, сөйтсем, малдың аяғын ұстап істеміп тұрмын ғой, кәдімгі жындан, мына жер футболканы тартып алған, анау бір нәрсе десе екен деп тұрмын ғой. Ақыр бір нәрсе дейді, бір нәрсе деп айтып одан кейін тарттым да, мынау неққа кетіп қалған, тықыт орнында тағы бассейннен секірем ғой, ішпен шақ етіп түскесін, кәдімгі есіктің алдында тұрмын, деп өтіп кетеді ғой. Қалай?